Қоғамның басты байлығы адам болса, парасатты да тәрбиелі қыздар халқымыздың ортаймайтын ең құнды қазынасы. Қоғамды тәрбиелеймін десең, қызыңды тәрбиеле деген қағиданың мәні қаншалықты терең болса, мазмұны соншалықты салмақты. Қыз, әйел, ана қасиетті ұғымдар. Өйткені олар өмірдің ұрпақ өрбітетін бастау бұлағы. Ұлттың бар болмысын, тілі мен дінін, әдет-ғұрпы мен салт дәстүрін ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп, бойына дарытатын әйел ана. Сондықтан ертеңгі ана бүгінгі қыздарымызды дәстүрге сүйеніп, уақыт талабына сай тәрбиелеу ата-ананың ғана емес, бүкіл қоғамның міндеті. Қазақ халқы қыз деген сөзді әдеміліктің, әдептіліктің, жинақылықтың үлгісі деп танығандықтан, қыздың жиған жүгіндей, мінезі қыздай, қыз қылықты деп жақсы нәрсені қызбен байланыстырған. Ата-бабаларымыз қыз қонақ деп төрінен орын беріп, барынша аялап, оның сыпайы, адал, мейірімді болып бой жеткенін қалаған. Ұлдарым, ботақандарым, есейіп, бой жетіп келе жатырсыңдар. Аналарыңның өсиеттерін әрдайым естерінде сақтау керексіңдер. Халқымыздың таным түсінігінде қызға 40 иден тыю деген нақыл сөз бар. Қызға 40 иден тыю деген 40 тыю сөз. Яғни әдепсіз сөйлеуге болмайды, түнде көше кезуге болмайды, ер адамның алдынан өтуге болмайды, шалқайып жатуға болмайды. Әрдайым тек қана шыншыл сөйлеу керек, өсек, өтірік айтуға болмайды. Түске дейін ұйықтамау керек, тамақты обырлап асауға болмайды. Ер адамға яғни жол беру керек. Ас ішкенде әрдайым ең алдымен әкелерің тамақтан дәм тату керек, содан кейін ғана сендер дәм тату керексіңдер. Сондай-ақ ешқашанда кісіні қорлап жәбірлеуге болмайды, алдап арбауға болмайды. Әрдайым сыпайы, сыйлы, нәзік болып жүру керексіңдер. Ешқашанда әкелерің мен шешелеріңді жерге қаратпайтындай, үлгілі, өнегелі қыз болыңдар. Болашақта ана атанасыңдар, ақ келін атанасыңдар. Осы әулеттің келіні, осы әулеттің анасы деп мақтанарлықтай азаматша болыңдар, балапандарым. Аналарының айтқан өсиеттерін әрдайым естерінде сақтаңдар. Түсінікті ме, ботақандарым? Иә, түсіндік пе? Ендеше бұл өсиет құлақтарыңа қонды деген үміттемін, балапандарым. Болыңдар. Әрдайым бұрымдарыңды жалбыратпай жібермей үнемі жинап жүріңдер. Қыз баланың ерекше сән беретін жалғысы шаш өрімі, шаш өріп, шолпы тағып, бастарыңа бөрік, тақия киіп, содан кейін сырға тағу қыз балаға ерекше сән береді. Сондықтан да әрдайым әдемі болып жүріңдер, иә, ботақандарым? Иә. Қазір әдемі әжеңнен ерекше аманат болып келе жатқан мінекей мына сырғаны
өзіңнің құлағыңа тағамдадық. Мына сәукеле ұнай саған? Иә. Өте әдемі, иә балапан? Нағыз қазақтың өте әдемі әсет қызы болсын балапан. Наурыз мейрамы құтты болсын. Ауыз оң болсын, ақмол болсын, наннан ауыз тиіңіздер.